Оңай әрі жылдам жасалатын, өте дәмді шығатын осындай маковый печеньені жасаймыз. Жасалу жолы оңай, осындай дәмді печенье шығады. Ал ендеше бастайық. Видеоны соңына дейін қараймыз. Електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға саламыз. Және сары майымызды қосамыз. Үгітіп аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Ал енді шай қасықпен қамыр қопсытқышын және ванилин қосамыз. Қантымызды қосамыз. Және араластырамыз. Мөлшерін описание бөліміне қалдырамын. Араластырамыз қасықпен. Келесі макты қосамыз. Және айран немесе қаймақты қосамыз. Және бір дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның ағын қосамыз, сарысын алып қаламыз. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қойып қоямыз. Және араластырып қамырымызды илейміз. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалуды ұмытпаңыздар. Тағы да кішкене ұнымызды қосып, билеп шығамыз. Ал бізде дайын, бірден пісіруге дайындай берсек болады. Бір қасықтан алып отырып, қолымызбен домалақтаймыз. Және үстінен кішкене басып, ыдысымызға жайғастырамыз. Пергамент қағазын төсеп, противенімізге жайғастырамыз. Ал енді үстінен жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Барлық шетіне біркелкі етіп жағып аламыз. Және үстінен кішкене осылай басып шықсаңыздар болады. Үй жағдайында жасалатын өте дәмді әрі пайдалы печеньені жасаймыз. Ал енді қызып тұрған пешімізге жібереміз. Аз ғана уақыттың ішінде дәмді печеньелеріміз пісіп шықты. Үстінен қант ұнтағын сеуеміз. Қалауыңызша. Арнаға тіркеліп, келесі видеоларды өткізіп алмаңыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.